Туындыны табу ережелері тақырыбындағы 14-5, 14-6 есептен шығару жолдары. 14-5 есепте функциялардың туындысын табыңдар. Шарты 4 есеп берілген, шығару жолы келесі бетте. А жағдайындағы есепте бізде берілген f от x тең жақшаның ішіне x қосылған 5, екінші жақшаның ішіне x азайтылған 4-тің көбейтіндісі. Біз екі жақшаның көбейтіндісін ашып аламыз. Сонда бірінші жақшаның әрбір мүшесін екінші жақшаның әрбір мүшесіне көбейтетін болсақ, x квадрат қосылған 5x минус 4x минус 9. Ұқсас мүшелерін жинақтайтын болсақ, x квадрат қосылған x минус 9 шықты. Осы берілген функциямызды жинақтап алдық, осыдан туын табамыз. Сонда f x тең жақшаның ішіне x квадрат қосылған x минус 9-ның туынды белгісі тең x квадраттан жеке туын табатын болсам 2x болады. Бірден туындысы x-ің туындысы 1-ге тең болады, ал тұрақты сан 9-ның туындысы 0-ге тең. Сонда туынды бізде 2x қосылған 1 болды. Әр жағдайында берілген f от x-тің түбірасында 2x квадрат минус жақшаның ішінде 3x минус 2 жақша жабылған, көбілген екінші жақшада 5x қосу 1 жақша жабылған тең. Енді екі жақшаны ішіндегі мүшелерін бір-біріне көбейтіп жазайық. Сонда тең түбірасына 2x квадрат минус жақша 15x квадрат минус 10x қосылған 3x минус 2 жақша жабылған тең. Жақшаның ішін жинақтап және жақшаны ашамыз. Сонда минус 10x пен плюс 3x-ің қосындысы минус 7x береді. Тең түбірасында 2x квадрат минус 15x квадрат қосылған 7x қосылған 2. Осы соңғы шыққан жинақталған функциядан туын табамыз. f x тең жақшаның ішіне түбірасында 2x квадрат минус 15x квадрат қосылған 7x қосу 2 жақшаның сыртында туынды белгісі. Түбірасы 2 деген тұрақты сан және x квадраттан туын табатын болсам 2x болады. Сонда 2 түбірасы 2x минус 15 тұрақты сан және x квадраттан туын табатын болсам 2x береді. 2 мен 15 көбейтіліп 30x болады. Қосылған 7 тұрақты сан және x-тің туындысы 1-ге тең. Сонда 7-нің өзі болады. Қосылған 2-нің туындысы 0-ге тең. Функциямыз есептің бір жағдайында бөлшек түрінде берілген. f от x тең бөлшектің алдында x квадрат қосылған 2x бөлімде x минус 1. Осы берілген бөлшектен туын табамыз. Бөлшектің туындысының табу ережесін қолданып, әрмен қарай есепті шығарамыз. f x тең жақшаның ішіне x квадрат қосылған 2x бөлінген x минус 1-дің туындысы. Бірінші алдында тұрған x квадрат қосылған 2x-тан туын табамыз. Көбейтілген бөлшектің бөліміндегі x минус 1-ге. Минус x минус 1-ден туын табамыз және көбейтілгені жақшаның ішінде x квадрат қосылған 2x-қа. Бөлшектің бөліміндегі x минус 1 өрнегін квадраттаймыз. Сонда бірінші бөлшектен туын табатын болсақ, x квадраттың туындысы 2x-қа тең. Қосылған 2x-тан туын табатын болсақ, 2 тұрақты сан, x-тің туындысы 1-ге тең. Сонда бірінші жақшаның ішіне туынды 2x қосылған 2 болды. Көбейтілген екінші жақша x минус 1-ге. Минус бірінші жақшадан туын табамыз x минус 1-ден. x-тің туындысы 1-ге тең. 1-дің туындысы 0-ге тең. Сонда минус 1 шығады. Екінші жақша x квадрат қосылған 2x болады. Бөлімде x минус 1-дің квадраты. Енді жақшаларды ашу ережесін қолданып, әрмен қарай жинақтаймыз. Сонда бірінші жақшандағы әрбір мүшені екінші жақшаның ішіне көбейтетін болсақ, 2x квадрат қосылған 2x минус 2x минус 2 минус x квадрат минус 2x болды. Бөлімде x минус 1-дің квадраты. Осы шеттен жинақтаймыз. Бұл жерде 2x квадрат бар және минус x квадрат бар. Сонда x квадрат қалады. Минус 2x пен плюс 2x бізге 0 береді. Сонда қалды минус 2x минус 2. Бөлімде x минус 1-дің квадраты. Бір жағдайында берілген бізде функциямыз бұлда бөлшек күйінде берілген. Әрмен қарай бөлшек күйіндегіні шығарып табамыз. Алымында 3x минус x квадрат бөлімде x қосылған 2. Туындысын табамыз. f x тең бөлшектің туындысын белгісін қоямыз. Тең бірінші жақшаның ішіне 3x минус x квадраттан туын табамыз. Көбейтеміз x минус x қосу 2 бөлшектің бөліміндегі өрнек минус x қосу 2-ден туын табамыз. Көбейтеміз 3x минус x квадратқа. Бөлшектің бөлімінде x қосу 2-нің квадраты. Бірінші жақшаның ішінен туынды бізде 3x-тан туын табатын болсақ, 3 тұрақты сан x-ның туындысы 1-ге тең. Минус x квадраттан туын табатын болсам, ол 2x-қа тең. Сонда бірінші жақшаның ішіндегі туынды 3 минус 2x шықты. Көбейтеміз екінші жақша x қосу 2-ге. Минус
x қосылған 2-ден туын табатын болсақ, x-тің туындысы 1-ге тең, 2 тұрақты сан туындысы 0-ге тең, сонда 1 болып қалады да, минус 3x минус x квадрат. Әрі қарай бөлшектің бөліміне x қосылған 2-нің квадраты. Әрі қарай шекараларды ашу ережесін қолданамыз және жинақтаймыз. Сонда 3x минус 2x квадрат қосылған 6 минус 4x минус 3x қосылған 2. Осы шеттен жинақтайтын болсақ, 6 минус 4x минус x квадрат қалады. Алдында бөлімде x қосылған 2-нің квадраты болады. 6-шы есеп. Бұнда есептің шартында функциялардың туындысын табыңдар деп берілген. 4 есеп шығару жолы келесі бетте. А жағдайында берілген есепте f от x-тен бөлшек түрінде берілген. Бөлшектің алымы x квадрат минус 2x, бөлімде 3 қосылған x квадрат. Осы берілген бөлшектің туындысын табайық. Бұл жерде бөлшектің туындысын табу ережесін қолданамыз. Сондықтан да жазамыз f жер x-тен x квадрат минус 2x бөлінген 3 қосу x квадраттың туындысы. Бірінші шақшаның ішіне x квадрат минус 2x-тен туын табамыз, көбейтеміз. Екінші шақшаның ішіне 3 қосылған x квадратқа минус 3 қосылған x квадраттан туын табамыз, көбейтеміз x квадрат минус 2x-қа. Бөлімде 3 қосылған x квадраттың квадраты. Бірінші шақшаның ішінен туын табатын болсақ, 2x минус 2-ге тең, көбейтілген екінші шақша 3 қосылған x квадрат. Минус екінші 3 қосылған x квадраттан туын табатын болсақ, x квадрат минус 2x, көбейтілген 2x. Әрі қарай жақшаларды ашып көбейтеміз. Сонда 6x минус 6 қосылған 2x куб минус 2x куб қосылған 4x квадрат. Бөлімде 3 қосылған x квадраттың квадраты. Алымында жинақтаймыз. Плюс 2x куб пен минус 2x кубтың қосындысы 0 береді. Қалған жазамыз. Сонда 2x квадрат қосылған 6x минус 6. Бөлімінде 3 қосылған x квадраттың квадраты. Екінші әр жағдайында берілген. Бұл жағдайда бізде функциямыз бөлшек күйінде берілген f от x-тен бөлшектің алымы 16 минус 4x-тің 4 дәрежесі бөлімде x квадрат қосылған 4. Осы берілген бөлшектен туынды табамыз. Бөлшектің туындысын табу ережесін қолдана отырып әрмен қарай жазамыз. 16 бірінші шақшаның ішіне 16 минус x-тің 4 дәрежесінен туын табамыз. Екінші шақшаны көбейтеміз x квадрат қосылған 4-ке. x квадрат қосылған 4-тен туын табамыз, көбейтеміз 16 минус x-тің 4 дәрежесіне. Бөлімінде бөлшектің x квадрат қосылған 4-тің квадраты. Бірінші шақшаның ішінен туын табатын болсақ, минус 4x-тің 3 дәрежесі көбейтілген x квадрат қосылған 4-те. Минус x квадрат қосылған 4-тен туын табатын болсақ, 2x шақшаның ішінде 16 минус x-тің 4 дәрежесіне көбейтіндісі. Әрмен қарай жақшаларды ашып көбейтеміз. Минус 4x-тің 5 дәрежесі, минус 16x-тің 3 дәрежесі, минус 32 қосылған 2x-тің 4 дәрежесі. Бөлімде x квадрат қосылған 4-тің квадраты. Алымын жинақтап жазамыз. Минус 2x-тің 5 дәрежесі, минус 16x-тің 3 дәрежесі, минус 32x бөлімде x квадрат қосылған 4. x квадрат қосылған 4-тің квадраты болады. Жағдайына берілген функцияда бізде f от x-тен бөлшек түрінде берілген 3x-тің 3 дәрежесі минус 1 бөлімде x-тің 3 дәрежесі болып берілген. Осы бөлшек функцияның туындысын табайық. Бөлшектің туындысын табу ережесін қолдана отырып, f штрих x-тен бөлшектің туындысы белгісі тең. Бірінші жақшада 3x-тің 3 дәрежесі минус 1-ден туын табамыз, көбейтілген x-тің 3 дәрежесі минус x-тің 3 дәрежесінен туын табамыз, көбейтілген жақшаның ішіне 3x-тің 3 дәрежесі минус 1 бөлімде 3x-тің 3 дәрежесінің квадраты. Бірінші жақшаның ішінен туын тапсақ, 9x квадрат шығады, көбейтілген x-тің 3 дәрежесіне минус 3-тің x дәрежесінің туын тапсақ, 3x квадрат көбейтілген жақша 3x куб минус 1 бөлімде x-тің 3 дәрежесінің квадраты. x-тің 3 дәрежесінің квадратын квадраттайтын болсақ, дәрежені дәрежелеу ережесі бойынша x-тің 6 дәрежесі болады. Алымда жинақтаймыз. 9x-тің 5 дәрежесі минус 9x-тің 5 дәрежесі қосылған 3x квадрат. Бұл жағдайда алымда 9x-тің 5 дәрежесі минус 9x-тің 5 дәрежесі 0 береді. 3x квадрат қалады, бөлімде x-тің 6 дәрежесі. x-тің 2 дәрежесі мен x-тің 6 дәрежесі қысқарып, 3 бөлінген x-тің 4 дәрежесі қалады. Төртінші бір жағдайында бұнда да берілген бізде функциямыз бөлшек күйінде беріліп тұр. Ойса бөлшек
түрінде берілген функцияның туындысын табамыз. f'(x)тен шақшаның ішіне x квадрат бөлінген x-тің 4 дәрежесі қосылған 1-ден туын табамыз. Бұл жағдайда x квадраттан туын табамыз. Көбейтеміз шақшаның ішіне x-тің 4 дәрежесі қосылған 1 минус x-тің 4 дәрежесі қосылған 1-ден туын табамыз. Көбейтілген x квадрат бөлімде x-тің 4 дәрежесі қосылған 1-дің квадраты. X квадраттан туыны 2x болады, оны шақшаның ішіне x4 қосылған 1-ге көбейтеміз. Минус 2-ші шақшадан 4x-тің 3 дәрежесі көбейтеміз x квадратқа. Шақшаларды ашып көбейтсек 2x-тің 5 дәрежесі қосылған 2x минус 4x-тің 5 дәрежесі. Бұл жағдайда ұқсас мүшелерін біріктіреміз, сонда 2x минус 2x-тің 5 дәрежесі қалады, бөлімде x-тің 4 дәрежесі қосылған 1-дің квадраты болады.